Ассалаумағалейкум достар. Бүгін обедке сағат 2. Қазір қораға кетіп бара жатырмыз. Тауықтарымыз жұмыртқа туды ма, туған жоқ па, соны қарауға. Бізде мана таңертең жем суларын беріп бәрін шыққан болатынбыз. Барлығы жүр, керемет. Пока ауру сырқау дейтіндер ондай жоқ. Әзір барлығы тамаша. Мына жаңадан балапан адлер тауықтары да жұмыртқаға кірді. Үйректерде барлығы жұмыртқа туып тұр. Барлығы жақсы. Әзірге ондай керім жаңалық жоқ. Жаңалық болып жатса сіздерге міндетті түрде айтатын боламын. Әзірге жаңалық жоқ. Бірақ енді алдағы уақытта бір тауық аламыз ба деген ой бар. Тауық аламыз ба деген алауызда. Қорадамыз. Так, астына тумаған ғой. Бір жұмыртқа туған. Мынау енді примерно үйректің жұмыртқасы. Өйткені тауықтың жұмыртқасынан болмайды. Үйректікі көрініп тұр. Мұнда үшеуі тұр. Жұмыртқалар сап-салқын. Үшеуі тауықтың жұмыртқасы енді. По-моему, қоңыр. Қалай ойлайсыз, адлердің жұмыртқасы ма? Қоңыр жұмыртқалар. Қоңыр жұмыртқа, походу, адлердік олар ғой, да? Походу, австралиялықта сондай жұмыртқа туады. Адлерде сондай туады ғой. Жалпы адлердік ақшылда ола ма, сондай бірдеме. Енді точно қай тауықтар мынау туып тұр деп айта алмаймын енді. Осының ішінде тауықтар жұмыртқа туып тұрған. Үйректерде жұмыртқа туып тұр. Енді қай үйрек индаутка екенін оны да білмеймін точно. Бірақ жұмыртқа туып тұр барлығы. Барлығы ойдағыдай. Қазір кешке дейін тағы аламын бұйыртса. Енді күнара үйректер енді күнара туады. Бүгін біреу туса, ертең үшеу туады, ары күні төртеу туады деген сияқты ғой. Солай туып жатыр. Енді общий 10 тауық бар. 10 тауықтың жоқ дегенде күніне 3-4 жұмыртқа аламын. Ең көп алған жұмыртқам осы қыс уақытында 5 жұмыртқа алдым. 5 тауықтың жұмыртқасын алдым. Енді өзімді айналдырған 10 шақты бас бар. Аналық неден, үйректерден 9 ба, 10 ба бар аналық үйректерден. Индоводка барлығын қосқанда олардан 9 солай. Ең көп алғаным сол 3-еу, 4-еу, олардан да ең аз алғаным 1-еу. Кейде вообще алмай қалам. Солай нюанстар болады енді. Бірақ енді шүкір жұмыртқа туып тұр. Күндегісін күнде алып тұрам. Бүгін мысалы тауықтан алсам, ертең үйректен алам, ары күні қайтып тауықтан алам деген сияқты ғой. Кейде екеуінен де алмай қалам. Пока енді осы бұйыртса февраль енді басталып жатыр. Енді бұйыртса бір апталық салқындық бар. Осы бір апта салқындықтан өтіп алсақ, ары қарата күн жылиды. Уже бұлардың барлығы далаға шығады, жайылымда жүреді. Енді жұмыртқаны беріп, уже индоводктер уже басуға дайындалады деген ойдамын. Өйткені қазірдің өзінде жұмыртқа туып жатыр ғой. Олар жұмыртқа туады, но басарға жақын өздері жинап белгі береді. Манағыдай жұмыртқаларын тығып, шөптің арасына тығып тастайды жұмыртқаларын. Ұяның ішіне опилканың арасына жұмыртқаларын тығып, сөйтіп өздері жинап бастайды уже индоводктер. Сол кезде уже жұмыртқаны, менде жұмыртқаны холодильникке емес, уже бұлай неге жинап бастаймын. Үйге бұлай обычно қараңғы жерге жинап бастаймын жұмыртқаны. Тек басқан уақытта астына сала қоятындай қылып. Осы достар, бүгінгі видео осы. Қорадан осындай 4 жұмыртқа алдық. Тауықтың жұмыртқасынан 3-еу, индоводкіден. Бұл индоводка ма, үйрек па, қайсы екен точно білмеймін. 1 жұмыртқа алдық қой. Жақсы достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.